Қалайсыздар, амансыздар ма? Қош келіп қалдық. Сіз соңғы маусымда қашан болдыңыз? Мен бір 5-ші маусымда бір 6-ші маусымда ма аяғында бір кетіп кеткенім бар. Сәл бір травмамен ешбейді. Енді 1,5 жылдан кейін қайта оралдыңыз. Кетіп тұрмын енді. Қазақ ойар таламыз. Қазақ елім, Қырғыз елім, Өзбекстан, Қарақалпақстан сүйікті Қосылайық көрермендері, рахмет сіздерге. Енді осы Қосылайықтың YouTube жарылып жатыр. Жарылып жатыр ма? Рахмет, көп қолдауларыңызға рахмет. Алла разы болсын, аман болыңыздар. Енді бізде келіп қалдық, енді барлығы келіп опты ғой шын. Былай айтқан кезде диплом алмағандар келіп опты. Әр сезоннан бүйтіп келген сияқты. Соны мен де көрдік, ауылда жатқам жазда негізі. Мен де бағым сынап көрейін, может. Жаңып кетуім мүмкін ғой. Сен талапқа қандай қызға қоямын? Талап деген күшті біздің деп ше. Талап айта алмай қалдық қой қазір. Өзіме ұнаса, мінез жақсы болса, өте кәдімгі өзінің алдына қойған мақсаты бар, өмірге деген талпынысы жақсы қыз. Жақсы, таныстық болып жатыр, Аллаға шүкір. Жақсы жаңалықтар болып қалады сияқты жақында. Негізі ол арақатынасқа да үйдегілерді көндірген едім. Мен арақатынастарыма бір өздерінің бір ойын айтады ол кісілер, бірақ соңғы шешімді бәрібір де мен қабылдаймын. Маған ұнап тұрса, болады, ол менің дегенім болады. Гаухарды ұнаттыңыз ба? Енді ұнатқаннан кейін, орнымнан тұрып, симпатия болғаннан кейін, Айсұлтаннан кейін мен танысып көргім келеді деп, орнымнан өзім тұрып барған болатын. Ол енді симпатия болғаннан кейін болатын дүниелер бұл нәрселер. Түсінікті, не дейміз енді? Болды. Біз үйтіп түсіретінде емес, Точно? Что-то Ернардың достары көп, қыз достары. жоқ, қыз достары болғанда енді Ақерке жалғыз жан досы ғой. Біз арасында Қосаққа келгенде сөйлесіп тұратын достарымыз. өмірде қатты былай бүйтіп араласпаймыз. Бұл жерде бір-біріне Ернар просто қызды сыйлап тұрады, қыз ретінде оған сезім болып тұрған жоқ, ол көрініп тұр ғой. Ал қызды Мысалы сіз мен қыз орнында болсам, мен айтатын жаным әшейін. До свидания. Жүре бер, короче, конечно, до свидания деп барып отыратын. Демек, қызда Мен жалпы қасындағы адамның дос ретінде болсын, басқа бір темалар болып адам, басқа все, мен оған араласпаймын. Ондай нәрседе жүрмеймін мен. Ой, кино болып жатыр, кино болып жатыр, көріп жатырмыз енді. Енді білмеймін, честно, мен уже басым. Өзің шаршаған жоқсың ба? Мен шаршап кеттім. Ана не деп жатыр мысалы? Эфирді көріп жатыр. Барлығы енді ол кісілер негізі көп қарай бермейді да, бірақ всегда маған өзіңнің ойыңда тұрған нәрсеңді істе деген сияқты сондай нәрселер айтады. Сен мысалы сөздің орнында өзіне сұрақ қоясың ба? Мұндай қарым-қатынас саған керек пе? Сенің болашақ жігітінің, жарының өзге қызда ойы болып жүргені. Маған бұндай қарым-қатынас негізі керек. Онда мен қатты аңқау и ақ көңіл адаммын ше. Басқа адам көңіліне қарап жүре беремін. Сонымен мен ойлап отырмын, может, болды, все, хватит.